Ең тамаша сөз бұл өмірде әке деген, суыққа бір шалдырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырдың кеуде тосып жартасына, біз үшін түскен майдан ортасына, алаңсыз сауық сайран шалқып жүрміз, біз бүгін әкелердің арқасында. Бөлекбаев Мұсағали Сансызбайұлы, 2 ақпан 1925, 28 шілде 2011 жылдары өмір сүрген. Ана жан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға, амал не? Жоқсыз бүгін ортамызда, сағындық, әке ана, сізді баршамызда. Жан ана, ұл қызыңның тірек едің, тірі болсаң, жарқылдап жүрер едің, болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда. Әлім қызы Күпан, 1 шілде 1928, 9 желтоқсан 1998 жылдары өмір сүрген. Даңқты тарихтан бастау алған бір әулеттің ғибаратты ғұмыры. Бөлекбаев Мұсағали Сансызбайұлы 1925 жылдың 2 ақпанында Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Қарасу ауылында дүниеге келді. Жастайынан зерек алғыр бала мектеп қабырғасында үздік оқып, 18-ге толар-толмастан ақ отан алдындағы парызын өтеу үшін майдан даласына аттанды. 1943 жылы Ұлы Отан соғысына шақырылып, Беларусь майданындағы 65-ші армияның пулеметшісі болды. 1944 жылдың 2 ақпанында ауыр жараланып елге оралды. Оның ерлігі 1 дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен, ерлік үшін медальмен және басқа да көптеген марапаттармен бағаланды. Соғыстан кейінгі бейбіт өмірде де әкеміз туған елінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Пошта бөлімінің бастығы, комсомол комитетінің нұсқаушысы, аудандық партия комитетінің хатшысы және жинақтау кассасының меңгерушісі қызметтерін абыроймен атқарды. Ал асыл анамыз Күпан Әлімқызы 1928 жылы 1 шілдеде қарапайым еңбекқор отбасында дүниеге келді. 12 баланы өмірге әкелген алтын құрсақтана, мейірімі мен парасатына ел сүйсінген батыр ана болды. Кітапхана мен Союз печатта адал еңбек етті. Екеуі де ұрпақ өсіріп, тәлім тәрбие беріп, 25 немере мен 41 шөберенің қызығын көріп, өмірдің зейнетіне жетті. Бүгінде олар арамызда жоқ. Әкеміздің өмірден өткеніне 14 жыл. Анамыздың арамыздан кеткеніне 27 жыл. Бірақ олардың ардақты бейнесі, қалдырған өнегесі жүрегімізде мәңгі сақталады. Өлі аз болмай, тірі байымас дейді дана халқымыз. Біз бүгін ардақты ата-анамызды сағынышпен еске алып, жаратқаннан жандары жаннатта болуын тілейміз. Қазіргі таңда Бөлекбаевтар әулеті терең тамырлы, жапырағын жайған алып бәйтерекке айналды. Ұрпақтары еліміздің медицина, білім, құқық қорғау салаларында қызмет етіп, егемен елдің өркендеуіне өз үлесін қосуда. Бірі зейнетке шыққан, енді бірі немере шөбере сүйіп, атана аманатына адал өмір кешуде.
Sizlerning barlygyňa rahmet aýtamyz. Bolajakda kereşekde sizlerden urpaklaryndan barlygy Tansıbaýdyň ýasyna gelsin. Öldürmi taman esen bolurlar. Enderine sağlık dileýin, amançylyk dileýin. Osman aýtdymy gele. Sondan aýda bergende eň soň söz sopsun, awurly arly bolupdan, Arabiyetden aldy bolunlar, aldarynda. Armanlaryňa da bolsun, aldarynda afzal bolsun agaýynlar. Aman sag bolunlar, rahmet dene, gatardaşdylar.